Армысыздар оқырмандар қауымы. Біржан Сал ауданы Мамай ауылының кітапханашысы Қалмұратұлы Ердәулет. Ғарыш әлеміндегі қазақ батырлары Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256-шы ғарышкері. Ол қаһарман атанып, қазақ халқының мерейін тастар сәттен бұрын ұшақпен ұшудың жаңа әдісін тәжірибе жүзінде көрсетті. Ал Талғат Мұсабаев әлемнің 309-шы ғарышкері. Ұшқыш Талғат Мұсабаевтың жолын жалғаған. Ол бір айда 5 рет, яғни 30 сағат 8 минут ғарыш кеңістігіне сапар жасаған үшін Гиннестің рекордтар кітабына енді. Талғат Мұсабаев алғашқы ғарыш хирургы бейресми атағын алған. 2001 жылы ғарышқа аттанған америкалық миллионер турист Денис Тито әуе кемесінің ішінде басты жарақаттайды. Экипаж командирі ретінде қазақ ғарышкері аспан кеңістігінде ұшып жүріп жарасын тігеді. Осылайша Талғат Мұсабаев елінің ғана емес, бүкіл әлемнің батыры атанды. Әлемнің 545-ші ғарышкері жерлесіміз Айдын Айымбетов пен Тоқтар Әубәкіров бір күнде, бір айда дүниеге келген. Бір оқу орнының түлектері. Тәуелсіз қазақ елінің ең үлкен жетістіктерінің бірі ғарыш кеңістігін игеру екені сөзсіз. Осы жолда күні бүгінге дейін қыруар жұмыс атқарылып, қазақ ғалымдары өлшеусіз үлес қосуда.